Алла тағала Құран кәрімде бізге былай дейді: түннің бір бөлігінде үй ішіңмен жолға шық, өзің ең артында жүр, сендерден ешкім артына қарамасын, бұйырылған жерге қарай жүре беріңдер дейді. Келесі аятта күдіксіз олардың соңы таң сәріге жуық құритын болады деген бұйрықты білдірдік деп Алла тағала Құран аяттарында бізге баян еткен. Тәпсіршілер осы аяттарға қатысты Алла тағаланың бұйырылған жерге дейін бар деп айтылған жер ол Шам елі дейді. Шам еліне қарай бар деп бұйырылған екен. Және отбасын бірге алып бар деген кезінде Лут пайғамбарға иман еткен, Лут пайғамбардың үгіт насихатын қабылдаған, соңынан ерген оның жақын отбасы, туыс жақындары еді. Міне солардың қатарынан, солардың арасынан бірге ертіп түн ортасында, түннің бір бөлігінде қаладан шығып кетіңдер, елді мекеніңді тастап кетіңдер деп Алла тағала бұйырады. Және отбасынды алдына қарай өткізіп, өзін соңынан түс дейді де, арттарына қарамаңдар дейді. Тәпсіршілер айтады, осы бұйрықтың, осы аятта Алла тағала солай бұйыруының себебі артында сондай бұл Лут пайғамбар отбасымен бірге қорқып, шошып кетпесін деп бұйырылған екен. Алла тағаланың қаншалықты ауыр азапты жіберетіндігін. Қауымдардың арасында Лут пайғамбардың насихатын қабылдамаған, оған қарсы шыққан, өзінің арсыз жиіркенішті істерін істегендер болды. Лут пайғамбар қанша насихат айтса да, қанша үгіт етсе де, олар ол насихат үгітін қабылдамады. Есесін Алла тағала оларға жаза ретінде таң сәріде оларға жеткіземіз деп Алла тағала бұйырды. Қарап тұрсақ, тарихта қаншама қауымдар өтті, оларға жіберілген қаншама пайғамбарлар болды. Алла тағала пайғамбар арқылы ақиқатты, туралықты, ізгілікті оларға бұйырған болса, соның арасынан қабылдағандар аз болды, және ол насихатты қабылдамағандар көп болды. Алла тағала сол қабылдамағандарға азап жіберіп отырды. Желмен, топан сумен, аштықпен, тағы басқа да қиыншылықтармен азап жіберіп отырды, жаза ретінде, істеген істерінде. Бірақ момын мұсылмандардың, біздің осы үмметтің қайырлы болғандығы, Алла тағаланың бізге мейірімдігі, кеңшілігі болғандығы сол. Құран кәрімде Алла айтқандай, сендердің үмметінің арасынан, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам үмметінің арасынан истиғфар айтып, кешірім сұраушылардың бар болғанынша оларға азап жіберілмейді дейді.